Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз бүгін үйімізге ламинат, паркет деп айтылады, сондай саламыз. Соны бірінші біздің бөлмеміз. Нараның бәрін міне алып тастадық. Асханадан бастап отырық. Асхананың бәрін жылжытып, енді мына жерді ашып алдық. Мына асханамыз осы арада. Мына жақтан тазалап алдық. Бірінші тазалықтан басталады. Мына тазалап алдық. Енді қазір теплософ саламыз. Теплософты осылай қазір өлшеп кесіп аламыз. Теплософ салсақ, асты жылы болады. Бізді паркетіміз бастадық. Мына теплософты төсеп қойдық бір қатар. Мына біздің ламинатымыз. Ламинатты негізінде таңдайда білген дұрыс. Өзі классына бөлінеді. 30, 31, 32, 33 деп. Сосын беті лакированный, не лакированный. Мысалға бізде алғанымыз, қазір қарап отырсаңыздар, не лакированный, қаттан үстіне мінсеңіз жылтырап тұрмайды. Бұрынғы алғанымыз жылтырайтын тұғын. Қазіргілер енді 33-ші класты алды қойдың біз ше. Сондай класстарына абайлайсыздар ғой. Сол кезде жақсы болады. Мына қарадыңыздар ма? Мына бірінші қатар кетті. Паркет, ламинатта бірінші мына көрдіңіздер ма? Замоктар, бірінші замок киілді. Енді екінші қатарда мына замоктарды мына қатырып алып жатыр. Мына нарада замоктар қатырылды. Енді общий нарада замок болады. Замокты келтіреді бір-біріне қатырып мына. Жұмыс жалғасып жатыр. Мына көрдіңіздер ма? Нарада зазорлар осылай болу керек. Міне ламинаттар кетіп отыр. Үш қатарын салып отырдық. Осылай. Міне ағайындар, осымен міне ламинаттың бір қатары бітті. Міне әдемі. Ең басты бұған не көңіл бөлеміз. Біріншісі наны жалғап аласыздар. Көрдіңіздер ма? Bir қатарды мысалға аласыздар, ұзыннан наны бетеп, жалардың бәрін жалғап аласыз. Содан кейін барасыздар, аласыздар. Общий ұзын мысалғаның бәрі жалғанды ғой, көрдіңіздер ма? Замоктар бірінші жалғайсыздар. Екінші наған бетеп тықыт осыған наған киіліп отырады. Осылай кете бересіздер. Осындай, бірақ маманға берген дұрыс. Осылай істелеп. Міне арада стыктарын келтіріп отыр. Міне бірінші осында стыктарын келтіреміз. Екеуін осырадан қосып алдық. Одан кейін мына екеуін қосады. Арғыра мына жақтан қосады да. Содан кейін осының бәрін алып аламыз да бір қатарды. Мына жақ қосамыз ғой. Нарада бір қатарын салып аламыз. Салғаннан кейін көрдіңіздер ұзын-ұзын салдық. Соң артына резина болғанмен қатты да емес, жай да емес ұрып шығуымыз керек. Себебі стыкта бір-біріне келу керек. Ары қарай енді құрылыс саласында білесіздер, тұп-тура кеспесеңіз, кескен заттарыңыз дұрыс келмей қалмаңыз. Сол үшін қателесуге бізде уақыт жоқ. Ұрып жүретінсіз. Көрдіңіздер ме? Зазорлар өшіп келіп жатыр. Мына жерлерді қазір тағы да ұрып жүреді. Көрдіңіздер ме? Жақындап жатыр. Міне осылай келтіре бересіздер. Бұл не үшін? Бұл жатқызу үшін. Бас кезде бізден ламинат не екен, паркет не екен білмейді екенбіз. Біз паркет деп жоқ қой Қызылорда қаласында. Сөйтсек бұны сатушылар, басқалар бәрі ламинат дейді. Бұл ламинат деп аталады екен негізі. Паркет өзі ол қалыңдау ағаштан сондай жасалады екен. Осындай міне қазір енді біз кесуге болгар қолданып жатырмыз. Өзінің арнайы тістерін салсақ, тастарын салсақ осылай кесе береді екенбіз. Өте жақсы нәрсе бізде. Енді нарадағы ше, ламинаттың ең айтайын, фишкісін айтайын. Фишкісі мына жерде міне көрдіңіздер ма? Нарадан бізге плинтус түседі. Плинтусқа нарадан 5 сантиметрден 10 сантиметрдің арасын зазор қалдырасыздар осыраға. Сосын шеттеріне сөйтіп қалдырып отырасыздар. 5 мм деген. 5 мм мен 10 мм арасында қалдырасыздар. Өйткені нарадамызда қысы жаз болады ғой, сол кезде ісінеді, қайтып орнына келген кезде былай қарай жылжиды шамалы. Сол кезде ол плинтустың астында қалады. Егер оны қалдырмасаңыздар, налардың бәрі аттасып, бір-біріне, беті мұз сияқты бір-біріне шығып кетеді ғой. Сол үшін соны абайлаңыздар. Ең фишкасы сол ламинаттағы. Соған абай болыңыздар. Бізде алдында осы ламинатты салмас бұрын бізде линолеум болды. Линолеумде сол ламинатты жарты бағасына барады. Ыңғайы келсе ақшаңыз экономдамай бірден ламинат салып жүрген дұрыс қой негізі. Өйткені ақша соған кетіп қалады.
мына астына төсейтініміз. Көрдіңіздер ме? Мына зазор бар. Әжептәуір. Қазір оны келтіреді. Мына. Оппа, мына. Мына. Көрдіңіздер ме? Зазор бар, зазор жоқ. Зазор бар, зазор көрдіңіздер ме? Өзінікі ғана қалып. Көрдіңіздер ме? Мына зазорлардың бәрі жоқ. Соны біз мына жақтан көрдіңіздер ме? Мына жақтан кестік. Мынау бүтін, мынау кесілген. Енді мынау кесілген, кесілген зазорын көрдіңіздер ме? Міне мынада шамалы зазор бар. Соны мына жақтан, міне қарасаңыздар, мына жаққа салып қойдық та. Енді мына жақтан міне балғамен міне орап жатыр. Оп, көрдіңіздер ме? Жоқ, болды, әдемі болды, әдемі. Зазор жоқ уже. Жаңа шамалы бар еді. Осылай орап мына жақтан. Мына жақтан міне балғамен ұрасыздар. Арнайы ұратын өз құралы бар. Сонымен келтіруге болады. Екіншісін тағы саламыз. Сөйтіп зазор міне. Екіншісінде қазір саламыз нарадан. Көрдіңіздер ме? Ішін болады ма? Иә. Жоқ, кемей қалды. Шамалы қисық болып тұр қазір. Мына көрдіңіздер ме? Мынада шамалы барды, көрдіңіздер ме? Ұрамыз, сол кезде кетеді, қараңыздар, қарап тұрыңыздар. Тақаткіз ұрады. Осы қалмау керек. Мына көрдіңіздер ме? Мына кетті. Мына тек өзінікі ғана қалды. Мынау өзінің зазоры. Бұл әдемілік үшін мына. Осылай істей бересіздер. Бағана айтып өткендегідей, мына жерде көрдіңіздер ме? Екі адам ұстап алдық. Бізде мынау енді асханамыз 4-4 қой. Соны 4 метрдейді екі адам ұстадық. Міне. Осылай ұстап замоктарын, основной замоктарын жасап алдық. Енді жаймендеп тықылдатып ұрып шықсақ, бір-біріне кейдіп кете береді. Өте жақсы. Бас кезінде көз қорыққа қолы батыр дейді. Міне көз қорыққанмен осындай жақсы әдістен үйреніп алсаңыз, осылай оңай істей беруге болады. Міне мен ұстап тұрмын. Сосын ары қарай бәрін болғаннан кейін тағы да дополнительный мынандай ұрып шығасыздар қосымша. Осындай оған келбей балға болады. Бұрыштарын келтіріп алдық. Бізде мына бөлмеге де түседі қазір. Ортаңғы бөлмеге де. Соны арадан қазір мына осыны жалғастырып кетеміз барлығын. Міне осылай төсеп жатырмыз. Болып қалдық. Қазір уже 70% болып қалдық. Тәйгілі болады. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Үйде қайында істей бересіздер. Барлығы замоктың бәрін істеп алдық. Мына төртеуін қостық. Енді аккуратно қараңыздар. Осылайынан көтереміз да. Осылай мына замоктарды кіргізіп аламыз. Сосын болды. Қазір жақта ұрып шығамыз. Мына замоктарды ары қарай уже құлыптаймыз қазір. Қараңыздар міне. Өз зазор ішіне қалмай, осылай ұрып шығамыз. Ламинаттың барлық құпияты отыр. Мына жерде біздің алған ламинатымыз 33-ші класс. Ішінде 8 штук болады. Кіміне келетін болса, 2-де 156 метр квадрат, 8 миллиметрден осындай. Discovery деген алдық біз. Түрі мынандай болады. Осындай 33-ші класс осындай алдық. Жерде бізде шамалы қиыншылық туындайды. Өйткені мына жерден замокты ұратын болсақ, мына жерден ше, уже көрдіңіз бе, жарымыз жақын, жақындап келатыр. Енді осы мынау, содан кейін жартылай кесеміз. Осыдан жартылай кесеміз, сол қиындау ойындап тұр. Енді көреміз. Жұмыс барысында қалай болады. Осы шама қиыншылық. Шет жағы қазір ағам енді қарасақ көрдіңіздер ме, ұрылар қиындау болып жатыр. Келтіру замоктарын. Осы жер соңғы жағы шамалы қиыншылық туғызады. Қалған жерін бәрі оңайлау. Бір бөлменің соңына да келдік. Мына жақта шамалы бізді кестік. Осылай міне. Осылай. Осымен бәрі бітті. Мына арада ше, ыстықтар қалып қойған. Соларды келтіру жолын жасап жатырмыз. Лайфхак. Көрсетеміз.
все бір фишкасы ғой соңғы жағында, өйткені ана по-любому любой жерде кездеседі. Мындай бөлме басталғаннан кейін бітеді ғой, біткен кезде мына жаққа ештеңе сала алмайсыз. Сондықтан міне қолда бар затпен стыктарын келтіруіміз керек. Міне стыктары келіп жатыр. Мына жақтар шамал ашылған. Міне көрдіңіздер ма? Көрдіңіз, стыктары ашық шамал. Соны қазір түзейміз. Осымен біздің жұмыс аяқталып қалды. Міне. Жоқ тиіспей жатыр. Міне. Стыктарын жақындатып жатырмыз. Сөйтеміз, ары қарай арада плинтус түсіп кетеді. Мына жерде плинтус түседі. Сонымен міне. Осылай. Міне қазір. Уже стыктар келіп тұр. Міне. Сөйтіп жақындап келтіреміз. Сол ары қарай бір-біріне уже қыс бар, жаз бар, аналар бір-біріне стыктар келіп кетеді қарай уже. Мына қазір плинтус түскеннен кейін, мына жерде плинтус түскеннен кейін білінбейді. Сонымен мына жерде байқадыңыздар ма? Біз неге зазор қалдырдық? Қыс бар, жаз бар, сол кезде мынау сол бір-біріне кіріп кетеді. Егер оны зазор қалдырмай, ровно қалдыратын болсақ, мыналарыңыз бір ойнап кетуі мүмкін. Соны абайлаңыздар. Осымен міне бір бөлмеміз аяқталды. Міне. Шағына мән бермеңіздер. Ең басты жұмыс, нәтиже. Міне бұл 4-4 бөлме. Осылай, міне бір тегіс. Негізінде біздің бөлмеміздің асты наливной пол құйылмаған. Кезінде өзбектерге стяжканы құйдырғанбыз, олар әйтеуір құйып кеткен ғой, бірақ енді полымыз барынша түзу шықты. Ламинатымыз әдемі. Міне. Ең басты келіншегіміз риза, дән риза. Әнімді дегенше міне екінші бөлмені бастап кеттік. Бізде асханамыз бітті. Мынау енді коридор дейді, ортаңғы бөлмеміз. Міне, мына жақта бізде холлымызда жалғасып келген. Оның түрі мынандай, түсі сарғыш болған. Енді мынау ақ, ары қарай ортасына порогпен жалғастырып кетеміз. Міне. Мына жақта бізде осындай бар. Үлкен есік сияқты не дейді? Арка, осындай 1.80 арка бар. Пока гипс ештеңе қойған жоқпыз. Енді қоятшамыз. Енді осындай. Міне, өлшеп бәрін кесіп жатырмыз. Әдемі. Ламинат салғанда ең қиын жерлер мынау. Көрдіңіздер ма, шамалаңыздай. Мыналарыңыз болу керек. Идея болу керек, мақсат баста. Мына есікке, көрдіңіздер ма? Мына жақта да міне отыр. Сосын мына жақта есікті көрдіңіздер ма? Каждый мелочты бәрін кесу керек міне. Бұның бір оңай емес, бас керек. Шама геометриядан хабар болу керек міне. Осылай кесіп сала береміз. Ары қарай кете береміз. Қазақта айтады ғой, тауық сойса да қасапшы сойсын дейді, сол сияқты. Ыңғайы келсе ақшаңыз болып жатса, бұл ламинатты да маманына тапсырған дұрыс. Мамандар біріншіден сапалы істейді, таза істейді, тез істейді. Әр істің маманы бар ғой осындай. Біздің де үйде мықты маман жасап жатыр. Арада есікке кіре беріс, санузеліміз, мына жақта ол жақта капель түсетін болады. Сол жерде қазір уже кесіп, өлшеп салатын болады. Осындай ламинат деген негізі жақсы ғой. Бұрын енді қазақ халқымыз пол салатын оқи ертеректе. Қазір бәрі ламинатқа, паркетке көшіп жатыр. Бұл енді дамығаны шамалы сол шығар деп ойлаймын. Бұрында полда неге жақсы еді, жылына бір сырлап отыратын. Қазір енді барлық паркет ламинат болғасын, бәріміз ламинат салып жатырмыз. Міне ламинатымыз әппақ болып, жұмыртқадай болып әдемі шығып жатыр. Мына жақта көріп отырсыздар өздеріңіз, мынау біздің холлымыз, мына жақта асханамыз. Асхананы кеше көрдіңіздер, видеоның алдында салып болдық. Арада енді біз 70% бітті. Мына жерде қарап отырсаңыздар, астына жылы болсын, теплосу астына төсеп жатырмыз. Осындай міне біздің ламинаттың соңғы жағына келдік. Екінші бөлмеміз істеп жатқан. Негізгі бізге сол көздегеніміз екі бөлме істеу болған тұғын. Осы бөлменің барлығын болдық. Тек кіре беріс қана қалды. Бөлменің бәрін болдық. Есікті істеп жатырмыз. Ламинаты тұп-тура жетті. Осылай, осымен аяқталып қалды. Сіздер әділдары осы каналына тіркеліңіздер. Әлі мықты контенттер шығады. Ойдан жүрген біраз нәрсе бар. Тіркеліп кетеміз. Комментарий жазамыз, лайк басамыз.
Сол ламинат салынып отыр. Осымен екі бөлмеміз де аяқталды. Міне. Там. Міне. Соңғы ламинатымыз салынып отыр. Осымен біздің жұмыс тәмам болды. Қазір енді пақ. Біз барлық екі бөлме ламинатын бітіріп тастадық. Енді сол астына төсейтіміз жаңағы плинтусымыз қалды. Плинтуста осы бір бөлмені болдық, асхананы. Сонымен екінші бөлмені, ортаңғы бөлмені бастап кеттік. Қасымызда бізді көмекшіміз бар, кішкентай ғана. Рахмет оған. Сонымен біз аяқтаймыз видеомыз. Сау болыңыздар, каналға тіркеліңіздер.